Неге? Как управлять казахами? Ашаршылық туралы, осындай нәрселер туралы айта берудің қажеті жоқ дейді. Енді ол олардың көзқарасы. Кітапты ешкім оқыған жоқ қой, шу көтергенде. Мұқабасын ғана көрді. Анна Иоановна, яғни патшайымның бұл жобаны толық бекітіп, 41 тармақтан тұратын инструкция береді. 300 жыл бойы бізге тарихымызды өзіміз жазбақ, бізге жазып беріп келді. Орыс документі, орыс бюрократиясына рахмет айту керек. Өз еркімізбен қосылдық деген нәрсе ол миф. Әрине қазір енді біз мұқабасын қоғамда болған туындаған резонанстан кейін өзгерттік. Қазақстан келіп балықтың, тек қана балықтың 400 түрін зерттеп кеткен қазақ даласында бар. 400 түр. Өте ауыр жағдай ана жерде. Зәрін ішкен замандар. Мысалға, өліп қалған адамды көме алмайды. Қазақтың көзін ашатын кітап қазақша шықпады дейді. Қайырлы күн. Эфиріңізде Қаламкаст. Бұл Қалам Глобалдың жобасы. Бұл жерде біз тарих, мәдениет, әлеуметтану секілді түрлі салаларда мамандармен, сарапшылармен, өзінің білгірлерімен кездесіп, пайдалы, қызықты, керек ақпараттарды алып отырамыз. Менің есімім Димаш Сиядин. Бүгін біздің қонағымыз баспагер Бақытжан Бұғарбай. Бақытжан, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Менің бірінші білгім келетіні сізден бұл баспа ісіне қалай келдіңіз, неге қызықтыңыз және неге біздің қоғамға осы баспа қажет деген шешімге келдіңіз? Мен баспа ісіне 16 жылы келдім. Бұл кездейсоқ болған нәрсе емес. Бұған дейін үлкен ізденісте болдым. Қай жолмен жүрем, ары қарайғы мақсатым қандай, не бергім келеді дегендей. Сондықтан 16 жылы мен күміс кітап деген еңбегім жазған болатынмын. Ол кітап бестселлер болды да, сол кезде мен ойлана бастадым. Мінекей мен енді ғана кітабын шығардым, ол қалай қысқа аралықта 2 айда тез сатылып кетті деп. Содан кейін мен осы қазақша кітаптардың аздығына көзім жетті. Былай да белгілі нәрсе еді ғой, бірақ практикада көзің жетеді да, тез таласып алып кетті қазақша жаңа бірдеңе шыққан кезде. Сосын ары қарай да мен өзімнің арғы жолымды осы бұрыннан бері ағартушылық жобалармен айналыстым, жаңағы қазақша оқыттым, үйреттім, бірақ енді осы кітапқа байлайын деп шешім қабылдадым сол 16 жылы. Сөйтіп баспагерлікпен айналысайын, қазаққа көбірек пайдалы кітап берейін деп. Сонымен биыл 8 жыл болды осында жүргеніме. Біздің Амалбукс баспамыз содан бері 3 бағытта кітап шығарумен айналысып келе жатыр. Ол жаңа айтқандай нон-фикшн жанры, содан кейін бизнес әдебиет, содан кейін мінекей тарих. Тарих дегенде де ол қоспасыз тарих. Таза дерек көздерге сүйенген архивтегі материалдарды біз ұсынумен айналысамыз. Ол жерде енді жаңағы халықтың қошына жағатын бар, және біздің кейде шамымызға тиетіндей материалдар бар. Өйткені тарих деген ол тек жағымды нәрселерден тұратын процесс емес. Осы тарих деп жатсыз, мынау таза тарих сериясы туралы кең тоқталып кетесіз бе? Неге біздің қоғамға өзінің тарихы туралы немесе сол өткендегі қазақ қоғамы туралы басқалардың айтқаны жайлы білу маңызды, неге біз ол туралы білуге тиіспіз қазір? Таза тарих деген сериямыз енді жаңа аты айтып тұрғандай дерек көздерге сүйенген. Яғни бұл жерде қазіргі бір тарихшының пікірі емес. Мінекей қазіргі тарихшының белгілі бір тарихи кезеңге, немесе тарихи оқиғаға, немесе тарихи тұлғаға қатысты көзқарасы жоқ. Біз таза тарихи деректерді қазақ халқына ұсынумен айналысып келе жатырмыз. Ең алғашқы кітап 2021 жылы жарық көрді осы серия аясында. Ахмет Кенесарұлының өз әкесі және өзінің ағасы Сыдық туралы жазған қолжазбасын біз қазаққа ұсындық. Оның әкесі өздеріңіз білесіздер кім? Қазақтың соңғы ханы Кенесары хан. Өзінің туған ұлы жазып отыр. Әкесінің күресті қалай жүргізгені, қалай опат болғаны, жаңағы Русия дәулетіне қарсы жасаған жорықтары туралы. Өзі қаза тапқаннан кейін оның туған ағасы Сыдық әкемнің ары қарай жолын қуам деп күресті әлі де біраз жыл жүргізеді. Мысалы, Жанқожа батырдың күрес туралы біреу білсе, біреу білмейді. Қаншама деректер бар. Соңғы рет ең үлкен еңбек 1942 жылы шыққан. Жанқожа батыр туралы 80 жылдан асты. Сол Ресейдің әскери архивтерінен, мұрағаттарынан біз ол кісінің хаттарына дейін қаншама жарты жылдай жүгіріп, хат жазып, қайта-қайта алдық. Оны бір құлшынып бізге бергісі келіп тұрған архив жоқ. Осындай еңбектер көрінбей қалып жатыр да, білмейді. Сосын Мұхамеджан Тынышбаевтың 25 жылғы еңбегін шығардық. Ол енді бұрыннан басылған дүние. Құдай қаласа алдағы уақытта оны қазақ тіліне аударып шығарамыз. Мінекей немен айналысып жатыр дегенде міне осындай жұмыстар. 100 жыл өтсе де әлі қазақ тіліне аударылмаған екен. Яғни қазақтың Тынышбаев сияқты нар тұлғаның
қазаққа арнап қазақ тарихы туралы жазған кітап әлі қазақша сөйлемеген. Міне соны істеп жатырмыз да. Осындай еңбектер. Енді мына жаңағы шу болып жатқан кітап «Как управлять казахами» деген. Бұл Сириядағы 11-ші кітап. Оған дейін 10 кітап шықты. Жақында ғана Нельсон Фелдкен шығардық. Рихард Карустың Маңғыстауға келіп, немес 1903-1909-да келіп, Маңғыстау туралы сипаттап, баяндап жазып кеткен деректерін шығардық. 10 кітап туралы мысалға қалың жұртшылық көп біле бермейді, бірақ олар да сатылымда бар, олар да оң бағасын алған. Мына шу болып жатқан кітаптың өзі бір жағынан жаңағы аудитория мұқабасын қабылдамай сынға алып жатыр. Ол сынды біз қабылдаймыз. Бірақ сонымен қатар басқа да оқырмандарымыз бар, қолдап жазып жатқан. Зира Наурызбай бар, Арман Шораев бар, мынау Али Ашим бар, документалист. Өте көп танымал адамдар жазып жатыр. Енді барлығы бірдей кітап қазаққа жұмыс істемейтін болса, онда жарайды, мен жаңғылып жатқан болсам, ана кісілер неге қолдап жатыр деген сұрақ туындау керек қой, логикаға сай. Енді ары қарай жаңағы тепкіштей берудің де қажетін көріп тұрған жоқпын, өйткені қолқанлылық көрсетіп, енді жаңағы отбасыма қатысты неше түрлі нәрселер жазып жатыр. Сонымен қатар сатқын дейді, жау дейді. Енді мына салада жүрген соң бұл саланың жеңіл емес екенін бұрыннан білеміз. Ағартушылық сала ешқашан тарихымызға үңілетін болсақ та оңай болмаған. Ағартушылардың өмір жолы қарапайым болды деп айтуға да келмейді. Сондықтан бұл жолға түскенде бәрін ескеріп осындай факторлар болуы мүмкін. Өйткені сен жаңа нәрсе алып келесің ғой. Жаңа нәрсе алып келген кезде кейбір нәрселер мүмкін жаңағы 10 жылдан кейін келіп қалар ма деген нәрсені сен тауып іздеп қазір ұсынасың да. Сондай кезде осындай нәрселер ушығып шығуы мүмкін. Ал енді мына кітапқа келетін болсақ, бұл да сол таза тарих сериясының философиясына сай дүние. Өйткені мына қазір атауын айтып отыр ғой, неге «Как управлять казахами» дейді. Енді бұл кітапты 300 жыл бұрын «Как управлять казахами» деп шығарып отыр ғой. Енді мен оны қалай қазір айтамын? Мынаны былай қою керек еді. «Как управляли» десе, Иван Кириллов 300 жыл бұрын солай берсе, яғни ол өзіне дейін болған оқиғаларды жазып отқандай болады да. Жоқ, ол өзі мінекей даланы отарлауға кірісіп жатқандағы процестерді беріп тұр. Біз мінекей келдік, даланы отарлаймыз, жаулап аламыз, басып аламыз деп тұр да. Және қалай басып алу әдістерін бәрін жайып жазып тұр. Тіпті бюджеттерін дейін жазған. 1731 жылғы бюджет қанша шығындаламыз? 1732-дегі бюджет қанша сыйлықтарды қандай ақшаға сомаға нетеміз? Тіптен балта құнына дейін жазған. Балтаға мынанша жұмсаймыз. Тіптен анау керек болып қалуы мүмкін. Мына экспедицияға священниктарға дейін қосу керек. Егер шоқындыру қажеттілігі болса деп. Қазақ сонда мынаны білмеу керек па? Мұқабаға бола. Ол солай тарихи қойылған нәрсе. Ол менің ойлап тауып жатқан нәрсем емес. Оның жазған жобасының негізгі тақырыбы қазақты бағындырып басқару. Ол соны айтып тұр. Мен енді оны ол тарихи шындық болып тұрса, ол болған нәрсе болса. Және бұл кітап қазір айтып жүр, бұл мүддеге жұмыс істейді. Ол қазір ол методичка 300 жыл бұрынғы қазіргі қазаққа жарамайды. Одан бері көп нәрсе өзгеріп кетті. Бірақ өз тарихымызды білсек, мынандай болған екен ғой. Бұлар әлсіз тұстарымызды бұлай аңғара білген екен ғой сол кезде. Сол кезде өз заманның осындай технологияларын қолданған екен ғой деп білсек, бізде болашақта осындай тұзаққа түсіп қалмау үшін иммунитет қалыптасады. Бұл екпе сияқты да өз тарихыңды білу. Ал енді жаңағы осы резонансты қозғаған, көтерген блогер жігіттер әңгімелескен кезде айтып жатыр да, біз тарихымыздан тек жақсы нәрсені көрсетуіміз керек дейді. Батырлар туралы айтуымыз керек. Біз репрессия демейді, ашаршылық туралы, сосын тағы қай оқиғаны айтты, ашаршылық туралы, осындай нәрселер туралы айта берудің қажеті жоқ дейді. Енді ол олардың көзқарасы. Біз демократиялық қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Біздің қоғамда құқық болу керек. Яғни сіздің тарихқа қатысты ащы болсын, тұщы болсын, тәтті болсын, кез келген ақпарат алуға құқығыңыз бар. Бізде ақпарат алу еркіндігі бар адамдарда. Енді бір блогерлер шу көтерді деп, қазір аудиторияның бір бөлігі сол ақпаратқа қолын жеткізе алмай қалды. Бұл қазақтың санасының отарлық санадан арылу жолындағы бір құнды құрал еді. Біз сол қазаққа көмектесін деп шығардық. Бұл таза тарих сериясының да мақсаты осы жерде жатыр да. Біз тарихымызды дұрысырақ түсінсек. Бұл не үшін маңызды? Жаңа сұрап отырсыз, не үшін деп. Өйткені 300 жыл бойы бізге тарихымызды өзіміз жазбақ, бізге жазып беріп келді. Міне сенің тарихың былай деп, қаншама мифті құйды санамызға. Әлі күнге дейін сол стереотиппен өмір сүріп жүрміз, сол ертегілермен өмір сүріп жүрміз. Осы ертегілерден арылатын болсақ, қазақтың санасында еркіндік пайда болады. Қазақтың санасында еркіндік пайда болса, қазақтың өмір сүру сапасы артады. Басқаша қоғам қалыптасады. Тәуірірек қоғам қалыптасады.
Біз енді ғылым саласынан шыққан соң бұндай процестерге мән береміз ғой, зерттейміз. Сондықтан біз ұсынып жатырмыз, қазір түсінбесе де түсінетін уақыты келеді. Кітапты ешкім оқыған жоқ қой, шу көтергенде. Мұқабасын ғана көрді. Бірақ ішіндегі құнды деректер осы шудан кейін қазаққа керексіз болып қалды деген сөз емес. Кітаптың маңызына тоқталсақ, өз кезегінде, өз уақытында бұл шын мәнінде қаншалық өзекті болды? Бұл, яғни, белгілі бір жаңағы патша сарайының жанындағы бір мекеменің бастығының орынбасарының көмекшісі жазған бір жолжазба сияқты сондай бір дүние ме? Жоқ әлде бұл шыныменен патшалық Ресей басшылыққа алып қолданған сондай бір үлкен жоспар ма? Бұл қаншалық әсер етті? Бұл үлкен жоспар. Өйткені сол кездегі Ресей империясындағы номер 1 адамға ұсынылып отыр. Номер 1 адам ол Анна Иоанновна деген патшайым. Сондықтан бұл үлкен жоспар болып отыр. Ол бір адамның санасында туындаған қиялдар емес. Біз мына жерде тек бұл жобамен таныспаймыз. Сонымен қатар Анна Иоанновна, яғни патшайымның бұл жобаны толық бекітіп, 41 тармақтан тұратын инструкция береді, бағындыру бойынша. Енді мына жерде айта кетейін сізге. Бұл жобаның қызығы, мен мына кітаппен танысқан соң өзім мынандай ойға келдім. Мінекей біз сол кезде болып жатқан жағдайларды тек қазақ даласымен және көрші Ресей империясымен шектемей, сол кезде дүниеде қандай процестер болып жатқанмен қарайық, Европада. Ол кезде ғасырлап үстемдік еткен Священная Римская империя дейді тарихта. Киелі Рим империясы ма? Қалай болады? Киелі Рим империясы қазақша. 30 жылдық соғыстан кейін оның үстемдігі төмендеп, ұлттық форматтағы империялар қалыптаса бастады әлемде. Бұл тарихи процесс сол кезде. Ұлттық деңгейдегі империялар, ол Швеция империясы, ол Франция империясы, және бұл бәйгеге Ресей империясы да қосылды. Сол кезде Ресейдің өзінде имперлік сана, сезім қалыптасты. Осы жағдайда олар отарлау процесін қатты күшейтті. Қатты күшейткен соң біз Ресейдің мүддесі қандай болды деп қарауымыз керек. Ол даланы жаулап алуды оңай нәрсе емес қой. Қаншама ресурс салу керек. Сонда бұл ресурсты не үшін салады? Мүддесі қандай? Яғни мүддесі сол ресурсты ақтайтындай болу керек. Оларға сауда жолдары керек болды. Хиуаға қарай, мына кітапта жазылады жобада. Мынау Иван Кириллов бірінші Петрді, яғни империяны құрған адамның жанында болған адам ретінде, оның өзінің ұстанымын, өзінің мақсат бағдарын білген адам ретінде кітабында жазады. Петр осы Хиуа, ары қарай Балх арқылы Индияға шығуды көздеді дейді. Индияға Британияда шығуды көздеген, білесіздер. Ол өйткені анау бір жерде оқыдым. Кейін Англия отарлады ғой, Британия. Сол Индия отар болған кезде Британия қазіргі ақшамен шаққанда 700 триллион доллар тұратын байлықты шығарып алған Индиядан. 700 триллион. Әрине Индияға таласады. Ол жолға кіру керек. Индия әлі Британияның құзыретіне өтпеді. Ол үшін қазақ даласын кесіп өту керек. Қазақ даласын кесіп өту үшін жаңағы сауда жолдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін кепілдік керек Ресейге. Бұл жерде кітапта бізге жаңағы санамызды улап, біз өз еркімізбен еркіндігімізді, тәуелсіздігімізді бере салдық деп алдық білді ғой. Миф жасап, нарратив жасап. Бұл жерде бұл кісі Иван Кириллов айтады. Қазақтарға қазір протекция керек дейді. Өйткені оларды жоңғарлар қысып жатыр дейді. Және айтады, егер біз протекция берсек, қазақтар жоңғарлардан өз жерін қайтарып алады дейді. Яғни, енді осы жерден қараңызшы. Яғни Ресей бодандығын алып алса, бодан болған ел өзінің сыртқы саясатын жүргізе ала ма өз бетінше? Жоқ. Бұл жерде протекция туралы айтып тұр. Өзі орыс документі, орыс бюрократиясына рахмет айту керек осындайлар тіркеген. Бұл біз үшін, қазақ үшін өте үлкен аргументтердің бірі. Өз еркімізбен қосылдық деген нәрсе ол миф деп айтуға. Міне осындай нәрселер түсінбей жатып, мұқабасына қарап қырып жатыр да. Санада үлкен төңкеріс жасайтын кітап. Үлкен төңкеріс жасайтын. Сөйтіп, сендерге мынандай протекция керек қазақтарға, ал империяға сауда жолдарын қорғау протекциясы керек. Протекцияға протекция деген айырбас, былайша айтқанда саяси. Бірақ енді айтып отырмын ғой, ұлттық империялар енді қалыптасып жатқан процесс, және мүмкін біздің даламыздағы сол кездегі биліктегі элита айналада әлемде болып жатқан трендтерден хабарсыз болып қалды ма деп ойлаймын да. Өйткені империямен, ұлттық сипаттағы империямен протекция жасау ол отарлауға алып келетінін кейін тарих дәлелдеп отыр да.
Ал енді осы процесс басталған соң Иван Кириллов байқайды да, айтады: қазақ халқы дейді өзінің жаңа сертінде тұрмайтын халық деп жазады. Біз қазір бұны тездес өзімізге қаратып алмасақ, біз жіберіп аламыз мына мүмкіндікті дегенге келтіреді. Сөйтіп мына жобаны дайындап отыр. Мынаның барлығы деген үлкен процестерге біздің көзімізді ашатын туынды. Мынау да қазаққа өте қатты көмектесетін нәрсе. Және тақырыбы затына шын мәнінде сай. Егер біз тарих тұрғысынан қарайтын болсақ, енді ғылымға қиянат жасауға болмайды ғой. Кітапты бұлай өздері сөйтіп атап отса, мазмұнын мен келемде қазір орыстарды қалай бағындырды деп қалай жазамын? Біреулер сөйтіп талап етіп жатыр да. 300 жыл бойы жаңағы біздің бабаларымыз орыстарды қалай бағындырған деп. Мен қалай қиянат жасай аламын? Ол ғылымның несіне келмейді ғой. Сондықтан осы тұрғыда да мен қазір түсіндіріп жатырмын. Сіздің эфиріңіз бар, басқа да жерлерге сұхбатқа шақырып жатыр, осыларды айтып. Көп нәрсеге, көп процестерге көзімізді ашады. Бұл бірінші момент, жаңағы тездес қолымызға алып алу керек. Сосын екінші нәрсесі, біздің сол кездегі қазақтар, міне қазір мынау шамымызға тиіп жатыр ғой, ал 300 жыл бұрын өмір сүрген Кириллов қазір сүйегі шіріп кеткен оның. Ол былай жазады: тағы бір себебі дейді, қазақтар біздің жерімізге кіріп кетіп, біздің жаңағы адамдарымызды тұтқындап Хиуаға құлдыққа сатып жатыр. Мыңдаған біздің адамдарымыз қазір Хиуада құлдықта дейді. Бұны да доғару үшін біз осы жағдайға келуіміз керек дейді. Енді ол 300 жыл бұрын осыны жазып намыстанып атқан жоқ та. Біздікілер барып империяның адамдарын құлдыққа алып кетіп, құл базарында сатып жатыр Хиуада, оны жазып тұр да. Ал енді біз тарихи шындықты қабылдап үйренуіміз керек деп ойлау керек. Ащы, әрине жақпайтын тұстар бар. Біз тәуелсіздігімізден кезінде айырылып қалдық. Батыр бабаларымыз күресті. 300 жыл бойы міне қайтып жетіп отырмыз. Бірақ өзіміздің ауруымыз жазу үшін ауруымыз бар екенін мойындау керек те. Сіз жаңа кеңірек тоқталдыңыз бұл кітапта не айтылған жайлы. Мынандай сұрақ. Жалпы осы кітап бар, басқа да деректермен жұмыс істеп жүрсіздер. Қазақтарды басқаруға келетін болсақ, Ресей империясы тұрғысынан қазақтарды басқарудың бір басқа халықтарын басқарумен салыстырған кезде бір ерекшеліктері, бір айрықша тұстары, сіз мән берген бір сондай моменттер бар ма? Нақты осы, мысалға, қазақтарға осы әдіс келеді, мына әдіс келмейді деген сияқты сондай бір моменттер. Иван Кириллов өзінің жобасында жазады. Бұл жобаның толық атауы проект об удержании в русском подданстве киргиз деп бізді меңзеп тұр, ол кезде бізді киргиз деп атаған орыстар. И способах управления ими дейді, толық атауы. Управлять деген сөз бар. Именно басқаруды меңзеп тұр бұл. Және жаңа сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсам, ол жолдарын көрсетеді. Бір-біріне айдап салу дейді. Бар. Бір-біріне айдап салу дегенде жаңа ру деңгейінде емес. Сол кездегі башқұрттар бар, қалмақтар бар. Және бір-біріне айдап салып, өз әскерімізді бұған араластырмай бір-біріне нетіп қою керек дейді. Бастарын бір-біріне соқтырып. Осын жазады бірінші жолы. Сосын біз барып жаңағы Әбілқайыр қала салып беріп сұрап жатыр. Біз қаланы бекініске нетіп айналдырып, гарнизондар жасап қоюымыз керек ішінде дейді. Содан кейін тағы бір аманаттыққа жаңағы сұлтандарының баласын алуымыз керек дейді. Тағы не дейді? Екі жолын айтады. Біз дейді қазақтарға вот мынандай ұсыныс айтады. Мы должны дейді, мына жерде бар, қазір үзіндісін таба алсам. И хотя по легкомыслию всего народа подданство их ненадежное, бағана айтқандай, однако же есть способ к удержанию их подданстве не так, как природных подданных, но против привилегированных народов для нужных с российской стороны резонов деп тұр. 734-ші жазып отырмын. Сонда бұлардың методичкасында екі түрлі жол болып тұр ғой. Табиғи халықтар бағындыру әдісі және привилегированный дейді, қазақша енді мәртебелі халықтар деп тұр. Жерде солай баға беріп тұр да. Ары қарай тарқатады. Табиғи халықтар деген кім деген нақты жазбаса да, ол түсінікті. Өйткені 1734 жылға дейін, мына жоба жазылғанға дейін, Ресей Сібірді басып алды. Сібірді қалай басқанын білеміз, барып қырды. Соларды кішігірім халықтарды иерархиясы, мемлекеттік құрылымдары қалыптаспаған майда ұлттарды қырып басып алса, бізді мәртебелі халық деп басқаша басу керек деп жазып тұр да сұрағыңызға. Ол не? Марапаттаңдар дейді. Бір-біріне айдап салыңдар дейді жаңағы. Сол медальді жасап, оның біз әлі күнге дейін
жаңғырығын көріп келе жатырмыз да, естіп. Мысалға кейде өзіңіз таңғаласыз ғой, жылда марапат жаудырады. Қайдан келе жатыр ол? Мінекей мына жобадан бастау болады. Мынаны оқыса көп нәрсені оқып, адам қазір болып жатқан мынандай жағдайлар өз бастауын сол кезден алады екен ғой. Мынаның емі мынандай екен ғой деген ойға келеді да. Біз осындай ниетпен шығардық. Қазақ өз тарихына өз көзқарасымен қарасын, біреудің жазып берген тұрғысынан қарамасын деп. Енді бұл тек атау ғана емес, өткенде мұқабасты шоу отыр ғой. Иә. Мұқабасындағы сурет. Осы тарихи тұрғыдан мұқабасындағы суретті түсіндіріп бересіз ба? Бұл қандай сурет? Неге осы суретті таңдап алдыңыздар? Мен мұқабасына қатысты мынау ғой енді толық картина. Былай тұр. Интернетте бар, соны мына қазір сұхбатта бір шығарып көрсетіңізші. Толық. Біздің Нұрлан Қилыбаев деген танымал суретші ағамыз бар. Ол қазақ. Ол қазақтың патриоты. Ол қазақты сатып кеткен адам емес. Бірақ мына мұқабаға неге мына сюжет беленгенін айтайын. Бұл жаңа атап өткен Нұрлан Қилыбаев ағамыздың картинасы. Осыдан 2-3 жыл бұрын салынған және сол кездің өзінде әлеуметтік желіде жарияланған бұл. Аманат деп аталады. Аманатқа беру, өзінің балаңды аманатқа беру деген нәрсе болған. Мына деректерді басуға дайындап жатқанда, наурыз айында бастадық дайындап жатқан кезде, мынаны енді оқып жатасың ғой. Сол кезде мына құжаттар жинағы ғой, ішінде құжаттар бар. Мынандай кісілердің балдары аманаттыққа алдық деген нәрселер бар да, деректер. Бірден осы картина ойыма келді. Сол 2 жыл бұрын Фейсбукте көріп қалғам. Бірден Нұрлан аға хабарластым. Аға, мынандай кітап дайындап жатырмыз. Жаңағы осы эфирде айтып берген пайдасын бәрін түсіндірдік ағамызға. Мына сіздің картинаңыз осы кітаптағы кейбір эпизодтар жақсы ашып тұр. Өйткені мына жерде көбісі жаңағы сен қазақтың әйелін, анасын тізерлетіп қойдың орыс офицерінің алдында, және біз бұл жерде өзіміздің анамызды тізерлеткендей қабылдап тұрмыз деген кері байланыс берді да маған. Енді картинаның бұл жердегі Нұрлан ағамен сөйлестік қой, символизмі, ол кісі былай дейді Нұрлан аға. Енді аманаттыққа баласын беріп тұр, сол баласын алып кетуге кеп тұр дейді да. Процестер басталып кетті, отарлау. Ана тұрып қалай оған балам бара ғой, рахмет деп айтады дейді да. Бара ғой, сау бол. Ол қимай беріп жатыр дейді. Қимай. Ол баласын одан кейін көре ме, көрмей ме, жат жерде ол қаза таба ма, не болатын белгісіз. Әйтеуір мінекей аманат кетті. Құдайға аманат деп берді. Бұл жерде екінші мағынасы бар деді Нұрлан ағамыз. Бұл жерде ана тек адам емес, ол отан ананың символы дейді. Міне отан баласын беріп, өзінің еркіндігінің бір бөлігінен айырылып тұр сол сәтте дейді да. Енді бейнелеу өнері ол өнер ғой. Ол жерде символизм бар. Сол драматикалық моменттің барлығын, драмаға толы моменттің барлығын осындай бейнелеу элементтерімен жеткізеді. Енді көп адам мына жерде именно тізе бүктіріп қойдың деп қабылдап жатыр да. Сол символизмдер өкінішке қарай Нұрлан аға салған осы картинаға символизмдер байқалмай қалды. Оны мынандай жеткізу менің де қазір парызым. Сол үшін бұл кітаптың мәселесін ашатын сурет деп алдық біз. Бұған арнайы салғызған жоқпыз. Өйткені сурет жаңағы құжаттарда аталған аманаттыққа алдық деген эпизодтарға жауап береді, соны ашады. Әрине қазір енді біз мұқабасын қоғамда болған туындаған резонанстан кейін өзгерттік. Бұлай жауап тастадық суреттің барлығын. Мынау енді осылай шыға ма бұл кітап? Иә, мынау енді бізде тираждың біразы бар ғой. Иә. Тираждың біразы бар. Сосын біз адамдармен кездескенде айттым ғой, мен барып жаңағы заправкада жанармай бекетінде келіп жатқан адамдармен өзім кездесіп, не ұнамады, қандайсың деп бәрін тыңдадым. Сол кезде айтады, біз кітабыңызды оқымадық дейді. Оқымаған соң біздің мына мұқабаға ғана мәселе болып тұр дейді да. Біздің мәселеміз мұқабаға қатысты. Мұқабасын ауыстырып болды дейді. Мұқабасын ауыстырып жатырмыз, енді тираж басылды. Ол енді ғана сатылымға түсті, көп бөлігі тұр. Жаңа енді түсіндіріп тұрмын, ол бізде ақпарат тарау құқығы бар. Мұнаға мұқаба нетпеген, оқып үлгерген адамдар жақсы жазып жатыр. Қоғамның алдында жүрген адамдар қолдап жазып жатыр мынаны. Мынау мазмұны қазір қазаққа керек деп. Сондықтан біз мына кітапты біреулер өрте дейді. Мен айтайын, соңғы рет кітапты нацистік Германияда өртеген. Берлинде, Мюнхенде, және сол кездегі жазушылардың бірі Эрих Мария Ремарктың сөзі бар. Бүгін кітап өртеп жатса, ертең адамды өртейді деп айтқан. Ол 33-ші жылдар айтқан сөз. Ары қарай білеміз, билікке келген нацистер, олшыл социалистер, олар билігі күшейген кезде концлагерлер шалып, шынымен адамдарды өртеді. Енді ондай призыв айтуға болмайды. Кітап өртеу деген ол қиын мәселе да. Сосын мына жерде тағы бір Брэдберидің қателеспесем сөзі бар. Кітап өртеуден де артық ауыр тірлік бар дейді. Ол кітапты оқымау дейді.
кітапты оқып шыққан дұрыс болады бәрібір де. Бірақ мінекей сынды қабылдап біз мұқабасына осындай дизайнда салынған дүниені жабыстырдық, жауып тастадық түгел, және кітаптың атауын ауыстыр дедік. Жарайды. Онда түпкі атауын бердік. Проект об удержании в русском подданстве Киргиз и способах управления ими, және мына жерде ешқандай жаңағы сұрақ туындамау үшін на основе документов 1734 года деп жазып қойдық. Сосын тағы бір қойылған сұрақ, неге қазақтың көзін ашатын кітап қазақша шықпады дейді. Енді бұл сұрақты да біз қабылдаймыз. Бұл сұрақ енді бірі білсе, бірі білмейді, көбісі білмейді ғой. Кітап шығару саласының спецификасын, ерекшеліктерін көбісі біле бермейді. Бұл оңай емес жұмыс. Бұл әп-сәтте бүйтіп жасай салатын нәрсе емес. Мына кітаптың өзін дайындау біраз уақыт болды. Біраз күйзеліске ұшырадым. Ол туралы мен посттарымда да жазғанмын. Өйткені 1734 жылдың орыс тілі ол реформаланған заманға дейінгі тіл. Әріптері бөлек, сөздерінде жаңағы былай оқып танығанмен басқаша жазылады. Соның өзін орысшаға келтірудің өзі біраз уақыт алды. Әзірше орысшасын шығара берейік, өйткені біздің қоғамда орыс тілді қазақтар да бар, орыс тілді аудитория бар. Оларға да маңызды ақпарат. Содан кейін келе салып бірден шығара салу мына бір-екі аптада жасалатын дүние емес. Ары қарай дайындай береміз қазақшасын. Бұған дейін шыққан кітабымыздың жаңағы үлгілері, мысалы среди казахов и туркмен шығардық былтыр орысшасын. Биыл қазақшасын шығардық аударып. Ол оңай емес шаруа ғой. Тарихи дүниені аудару деген ол әрбір нүктесіне дейін, әрбір әрпіне дейін үңілу керек. Қате бұрмалап беріп қоймау үшін. Ол жердегі мағынаны. Сондықтан шетелдік мамандардың, шетелдік саяхатшылардың, тарихшылардың, жылнамашылардың, кәсіпкерлердің қазақ даласында болып, осы Қазақстан туралы жазғанына келетін болсақ, сіздер қандай бір ерекше еңбектерді атай алар едіңіз? Өйткені мен сұрағымды шуалаңқы болып кетті, түсіндірейін. Мысалға, менің танымымда қалай болды? Біз енді тарихты қалай оқыдық? Біздің өзіміздің тарихшыларымыз бар, қазақстандық тарихшылар. Және осы айналадағы көршілес ұлттардың, көршілес мемлекеттердің Қазақстан туралы, қазақтар туралы айтқандары бар. Жекелей алғанда Ресей, тағы басқа. Қытай жазбалары, Орта Азиядағы басқа бір тарихшылардың жазғаны деген сияқты. Сондықтан енді менің бір түсінуім қате болуы мүмкін. Бір Европаның азаматы келіп, болмаса басқа да бір Қазақстаннан алыс жатқан өңірдің азаматы келіп, Қазақстан туралы жазғаны, менің ойымша бір экзотика сияқты қабылдана ма, және оның бұндай еңбектердің біздің осы жергілікті тарихшылардың жазғанынан қандай айырмашылығы, ерекшелігі бар? Енді біз өзіміздің мына сериямыздың аясында шыққан кітаптарға сүйене отырып жауап берейін сұрағыңызға. Осы кітаптың алдында біз среди казахов и туркменді былтыр шығарды деп айттым ғой. Қазақшасын биыл шығардық, мына жерде бар. Сериямыздың бүкіл кітабын алып келдік. Мінекей мынау қазақшасы. Арасында бір жыл жатыр да, орысшасы қазақшасынан бір жыл. Жаңағы сұраққа жауап болсын, неге қазақша шығармады деген. Рихард Карлос деген ол неміс зерттеушісі, Маңғыстауға келген. Және бұл кісі қазақтың бүкіл несін жазады. Наным сенімдерін, ырымдарын, болмысын, тіршілігін, дәстүрін және ерекше тамсанатын жері қазақтың кілем басу өнерін атап өтеді. Өрнектерін, киіз үйге кірген кезде есіктегі ағашта жонылған өрнектер, неміс халқының өзінің бір ерекшелігі бар ғой. Бүге-шүгесіне дейін қарайды. Соның бәрін сурет қылып салып алатын кітапқа бейнелеп, сол жағынан тамсануы бар. Бұл кітапқа дейін біз Нельсон Фелл деген батыс өкілінің кітабын шығардық. Қазір көрсетем онда. Нельсон Фелл деген кітап шықты. Русские кочевники деген. Қазақшасы Русия һәм көшпелілер деп шықты. Осы биыл шықты бұл кітаптарда. Нельсон Фелл деген ол батыстың өкілі, бұл менеджер болған адам. Үлкен бизнестерде жүрген менеджер болып басқарып, ақша тапқан адам. Бұл Қазақстанға келетте 1904 жылдардың басы Ресей мен Жапония арасында соғыс болып жатқан кезде қазақ даласының ортасына келіп, қазіргі Қазақстан облысында Спасск мыс кеніштерінің менеджері болады, акционерлік қоғамның. Сол жерде бір жыл істейді де, қазақтардың болмыс тіршілігінің өзгеріп жатқанын куәсі. Өйткені қазақ даласына переселендер келе бастады. Не болып жатыр, соның бәрін сипаттаған. Және бұл кісі
не нәрсеге тамсанатынын алғашқы абзацында жазады. Мына жерде оқып берейін, өзі қысқа. Мінекей дейді. Бұл кітапта баяндалған оқиғалар қазақ даласында өткен, қазақтар жайлайтын өлке, орталық Азия тау жоталарының бір жағын алып жатқан аймақ. Біздің бүкіл батыстық дүниетанымның, мәдениет пен діннің тамыр жайған мекені деп баға береді. Қызық, осы өзіңіздің есіңізде қалған бір қазақтар туралы ерекше атап өткен, болмаса жаңа шетелдік авторлар бір таңғалған сондай бір қасиеттерін, сипаттарын атап бересіз ба? Сосын мүмкін бір шок болған, бұл бұрын соңды мысалға өз жерінде, өз елінде кездеспеген, бірақ осы жерге келіп қазақтармен танысқан соң жолыққан сондай бір сәттер болса, қандай бір мысалдар бар? Енді біз осы салада кітап шығарып жүрген соң шок болатындай ақпарат табыла бермейді. Шок болған деп мен ол сөздерден қандай экспрессия толы сөздерді көп қолданбаймын. Мысалға Кенесарының Құранын табылған кезде елге оралуына мен өте қатты атсалыстым. Мысалға сол еңбегімде көп жерлерде аталмады. Мен бұны бір ренішпен айтып отырған жоқпын. Бұл жердегі менің мақсатым нәтижеге жету, және нәтижесі Құран Қазақстанға оралып қалды. Құран табылғанда қалай болды? Алматыдан бір кісілер, алыпсатарлар антиквар салонында істейтін, Мәскеуге жіберген антиквар салонына. Бізде Құрандар табылып жатыр. Мыналарды сендерге өткіземіз деп. Көне Құран дейді. Ол жерде жазуын түсініп жатқан жоқ қой. Сөйтіп жаңағы ғалым қалып келген. Мінекей мынандай Құран әкепті көне Құран дегенде қарап тұрса, жаңағы Кенесары деген жаңағы барлық жазулар бар. Маған хабарлайды, мен мынандай экспертиза істеп жатырмын. Осындай нәрсе шығып жатыр дейді да. Бұлардың мақсат қандай? Мәскеуде сатып жіберу, алыпсатарлар. Айтамын, ол сатқысы бізде аламыз ғой деп. Сол мына жаққа бетін қайтарып бұру үшін біраз тер төктім. Содан кейін барып, әйтеуір мінекей елде қалдырамыз деген шешім қабылдады деген кезде уф дедім, болды. Содан кейін ол жағдайды ұмыттым. Бір жыл болды ма, болмады ма, президент мырзаның сол Құран туралы, табылған туралы жарлағанын естідім. Енді жаңа сұрағыңызға тақылайтын болсам, шок қылған жоқ дедім, бірақ мына кітапты қайтып алатын болсақ, бұл жерде бір мысалға ғалымдар келіп, этнографтар қазақтың тұрмыс тіршілігін, дәстүрін зерттейтін болса, мынау бизнестегі менеджер ретінде қазақтардың этикетіне мән береді. Маған бір эпизод бар, ақша керек болып жатыр да. Өйткені қол астында 20 мыңдай адам істейді. Ақшаны қазіргідей жаңағыдай аударым арқылы ала алмайды еш жерден, банктар ондай дамымаған, цифрландыру жоқ. Бұл Ақмолаға барып алу керек банктан. Боран болып жатыр. Ана боран бір ай болмай тиылмайды. Ал енді өздеріңіз білесіздер, мына жақта орыстар мен жапондар соғысып жатыр, және Ресейде революциялық жағдай қалыптасып жатыр. Бір жыл, бір ай күткізетін болса, бұрқ етіп лапылдап кетуі мүмкін. Сенің зауытыңдағы жағдай, 20 мың адам ереуілге шығып. Сөйтіп арыз дейді, беріз дейді, сол кезде біреу айтады, мына жерде бір қазақтың байы бар, Адамбай деген. Соның бірнеше байды айтады, мына бай дейді, өзінің байлығын мал қылып ұстайды. Мынау тағы бір не қылып ұстайды. Ал Адамбай болса, өзінің байлығын ақша қылып сандықта ұстайды дейді. Кеш. Содан сұрасаң дейді, бұған жаңа 20 мың рубль керек болады, үлкен қыруар қаражат, кешпен ұстайды дейді. Соны алайық дейді, сұрап. Сосын кәнекей қайда тұрады ол дейді, осы жерден 30 шақырым жерде дейді да, қыстағы. Онда қазір ғана жолға аттанамыз дейді да, атқа қонып, жоқ дейді, олай жарамайды дейді. Жаңа ақыл беріп жатыр да, мына неге, батыстың өкіліне. Бұл енді сіз дейді, беделді адамсыз дейді. Адамбайдай беделді адамы. Бір беделдің адамы бүйтіп барған жарамайды дейді. Біз алдымен адамдарды жіберейік, хабарласын, сосын дайындығын жасайды, сізді күтіп алуға дейді да. Сөйтіп қанша күн керек? 2 күн. Болды, жібереді. 2 күннен кейін уже бәрін жинайды, келеді. Келген соң айтады, не болып жатыр дейді. Қане сұрайын десе, жоқ, сұрауға болмайды дейді әзірше. Сен қонақ қылып күтіп жатыр дейді. Бір күн қонақ қылып күтіп, түн өтеді. Анау сұрап жатыр, қашан айтам деп. Бұның жаңа ойындағысы ақшаны алып тезірек ана айлықтарын беру, әйтпесе көтеріліп кетуі мүмкін халық. Жоқ, болмайды дейді, ренішті боласың дейді. Сөйтіп ақыры қонақтап, киіз үйде өздері жаңа бірнеше жігіт болып барады. Кетіп қалады, айта алмай. Енді дейді, өзі келеді саған дейді. Сондай нелер бар да, этикеттер. Сөйтіп келген кезде тағы сөйлейді, әйтеуір ақыны алады. Және ол талап қояды. Бір айда қойып бересің, және 10% үстінен дейді. Сондай нәрселер бар. Соған акцент жасаған, жазып алған. Бизнес тұрғысынан. Осындай деректерді көбірек білсек, өзіміздің этикетіміз қандай болғанын білуге болады, аңғаруға болады. Көп нәрсе аңғаруға болады.
егер таза деректерді осылай шығаратын болсаң. Сол жаңа ерекшеліктер дегенге келсек, ана бір бізде енді бір қалыптасқан бір стереотиптер, бір таптаурын сөздер бар ғой, жаңағы біздің ұлт жалқау болмаса тағы басқа деген сияқты. Бірақ жаңа сіз келтіріп отырған кітаптарда бір осыған керісінше мысалдар айтылады, қателеспесем, жаңағы өз ісіне жауапты, бір тапсырманы берсең, бір нені берсең, соны аяғына дейін жеткізеді, аманатқа қиянат жасамайды деген сондай бір. Ол рас. Мына жерде жазады, қазақтың жігіттері дейді. Енді бұлар мыс өндіреді ғой. Иә. Мыстан жаңағы кесек-кесек қылып, балқытып кесек-кесек құяды. Соны ары қарай жаңағы жолдармен жеткізу керек. Қазақ даласын кесіп өтіп, ары қарай Ресейге дегендей. Сол жаңағы жеткізетін нүктерге дейді. Қазақтар боран болсын дейді ана жерде. Көзіңді аша алмайтын жағдай болсын дейді. Уақытылы жеткізіп береді дейді. Сонда қазір енді мына нақты цифралар есіме болмай тұр. Мен жаңа қанша жыл істесем, соның ішінде бір болмашы сомаға ғана шығын болдық дейді. Біздің жаңа Америкадағы жеткізу қызметтерінің өзі оған ілесе алмайды дейді банктар. Осындай береді да жауапкершілігіне. Мен осыдан көп нәрсені аңғара беруге болады. Және сіз айтып отырған жаңа жалқау деген, бұл да біздің империя бізге санамызға салып берген нарративтер. Нарративтер да. Менің жұмысым сондай мифтерді жоққа шығару, ертегілерді ашып беру. Жоқ, мінекей біздің таза тарихымыз осы еді ау, бізден жасырып келген тарих осы ғой деп соны ұсынып беру. Әрине кейбір кездері ащы шындықты есту жанға батады, оны мойындау керек. Бірақ енді біз осыдан өтіп кетсек, еңсеріп, онда біз сапа тұрғысынан бұдан да тәуір ұлтқа айналамыз, бұдан да мықты ұлтқа айналамыз. Бұл жолды жүріп өту керек. Өйткені біздің отар болғанымыз рас. Оны мойындау керек. Оны сен қалайсың ба, қаламайсың ба, бұл факт тарихи. Және отар болған елдердің өзінің жаңағы ұлттық травмалары болады. Осы травмалардан арылу керек, ары қарай даму болу үшін. Және оның бір жолы өзінің тарихыңды бүкпесіз осындай таза деректерге сүйене отырып тану. Яғни біреу бұнымен айналысу керек қоғамда. Сол жұмыспен біз айналысып келе жатырмыз. Мен айналысып келе жатырмын. Мен демей ақ қойын, біз деп айта берейін. Мынау аспан тау асқан үркін көшке келетін болсақ, бұл кітапқа қалай келдіңіздер? Осы тарих туралы айтып берсең. Мына жерде бар ғой. Иә. Бұл да мынау таза тарих сериясы аясында шыққан кітап. Великий исход казахов деген. Қазақшасы аспан тау асқан үркін көш. Бұл әлі күнге дейін лонгселлер болып келе жатқан кітап. 2018 жылы жарық көрді бұл кітап. Біз ағылшын тілінен қазақ орыс тілдеріне аударып бастық. Бұл кітапты мен өзім үшін кездейсоқ аштым. Мен әлі есімде, мен жатар алдында бәріміз телефонда отырамыз ғой, не жазып жатыр анау мынау деп, көзілер алдында төсекте жатқанда да телефонды тастамаймыз. Сол кезде Оспан Батыр туралы толығырақ білейінші деп Google-ға жаздым. Сөйтіп Google-да мақалалар шықпай ма? Бірінен соң бірін ашып оқи бастадым, қызығып кеттім. Өзі желіге бір кірсең қалай уақыт өткенін білмейсің ғой. Сөйтіп байқап қалдым, мынандай кітап шыққан деп кезінде. Мен сосын ойладым, бұл кітап шықса алып оқу керек екен ғой деп. Аударамыз, басамыз деген ой жоқ. Сөйтіп азанда қараймын деп қалдыра салдым, ұйықтап қалдым. Азанда қарап, меломан бір жерден тапсырыс бере саламын деп ойладым, бар шығар бір жерде деп шығарған шығар. Қарасақ аудармапты, шығармапты. Мәссаған, қалай болды деп. Бұл кітап 56 жылы Лондонда басылған. Сосын Амазонды көрейінші деп, Амазонға жазсам, бір данасы тұр, 56 жылы басылған. Мәссаған, мынау керемет болды ғой деп алдырам ана кітапты. Алып оқып отырсам, ана нәрсені мен бұрын терең білмеймін, шок болдым, сіз айтқандай. Мәссаған, мынау шынымен болған нәрселер ме деп. Бұл Қытайдағы қазақтардың 1940 жылдардың соңындағы қызылдарға қарсы күрес жайында, өзінің тілін, ділін, болмысын сақтап қалу үшін жүргізген күресі жайында. Әрине, екі жақтың күші бірдей болған жоқ. Және бұл күресте жеңу мүмкін емесіне көз жеткен соң, қазақтар біз мына жерден кетіп, дініміз, дініміз сақтау үшін кетеміз, басқа орын табамыз деп, сондай шешімге барады да, шөлдерді кесіп өтеді, Гималайды кесіп өтеді. Қаншама азаппен. Жолда біраз қырылады. Мен кейін Түркияға барып сол көште болған адамдармен де кездестім. Өте ауыр жағдай ана жерде. Зәрін ішкен замандар. Мысалға, өліп қалған адамды көме алмайды. Гималайда ана биікте жүрсің, қатып қалған жер. Жаңағы әйтеуір бетін жабады, аюлар нелер қазып жемеу үшін қойды жүгіртеміз дейді былай. Қой жүгіргенде қойдың тұяғының шуашы басып тастайды дейді, иісті. Осындай замандарда осының бәрін шығардық. Бұл көш туралы жазылған тұңғыш кітап жарияланған. Өйткені бұл оқиға сол кезде өте үлкен резонансқа ие болған. Әрине, совет дәуірінде бұл басылмайтын дүние.
үлкен резонансқа ие болады да, бұны Америкада біледі, бұны біріккен ұлттар деңгейінде білген. Сөйтіп бұларға шақырулар келе бастайды. Түркияны таңдайды ғой бұлар. Сөйтіп Түркияға титықтап жеткен қазақтарды мен Готфри Лайес деген Британияның журналисті келіп кездеседі. Көп адам жолда қырылып қалған, сол аман қалған қазақтармен кездесіп, қалай болды, не болды, бәрін жазып алып, осы кітапты шығарады. 56 жылы. Біз соны міне бірінші болып аудардық. Бұл енді осы кітаптың негізінде баспагер ретінде пікіріңізді білейін деп едім. Бұл қазақтардың сол Қытай билігіне қарсы соғысы, содан кейін солай көшіп жөңкіле көшіп мүлдем жердің басқа жағына, басқа аймағына қоныс аударуы, осылайша үдере көшіп, бұны қазір бізге білудің маңызы қандай? Енді өткенімізді білу маңызды деп ойлаймын. Бұл қандай болмасын, тарих. Сұрағыңызға қалай жауап беретінін біліп отқан жоқпын, шынымды айтсам. Енді маңызды нәрсе ғой, қазақтың басынан не өтпеді. Соны біз тарихымызды жаңағыдай интернеттеп жинап ұсынып отырмыз. Енді оны іздеген адам келіп тауып оқиды. Түсінік қалыптасады. Альтернатив ақпарат болу керек та. Бізде мысалы қазір басым ол мифтар. Ол өзіміз жазған тарихтардың негізінде қалыптасқан мифтар емес. Сырттан жазылған тарихтың мифтары. Енді альтернатива болу керек қой. Қазақ жақсы, тәуір ақпаратқа, шынайы ақпаратқа, таза дерекке лайық халық қой, өз тарихын білуге. Ары қарай енді келіп бәріңе оқы деп мәжбүрлеуге бармаймыз. Біздікі шығарып беру жұмысымыз, баспагер ретінде, ағартушылықпен айналысып жүрген адам ретінде. Ары қарай өзі адам ізденісіне сай жаңа кітаптарды алады. Бұндай кітаптардың болғаны жақсы да. Міне мифтар бар, басым. Және осындай деректер де болу керек. Сонда адамда альтернатива болады. Мен мифтермен жүремін ба? Немесе мінеки мынандай деректерді оқып, танымымды өзім қалыптастырамын ба? Өткеніме қатысты, болашағыма қатысты дегендей. Бұндай еңбектер қаншалық жиі кездеседі жалпы осылай? Біз бұрын көрмеген, оқымаған, кеңестік дәуір кезінде болмаса 90-шы жылдары көрмеген, оқымаған, бірақ бұрынырақта, баяғыда, тіпті ертеректе жазылған осындай қазақ даласы, қазақ ұлты туралы бұндай еңбектер қаншалық жиі кездеседі, және осы серия аясында, таза тарих аясында сіздер тағы қандай кітаптарды осы бағыттағы, осы мазмұндағы, осы контекстідегі тағы қандай кітаптарды беруді жоспарлап отырсыздар ма жалпы? Мен таңғалғаным, жарайды, кеңес дәуірінде біз көп нәрсені баса алмадық. Өйткені үстемдік құрған компартияның өзінің көзқарасы болды. Өзінің мифтары болды. Өйткені бізді бағындырып, отырда ұстап отыру үшін ыңғайлы болды. Ал енді тәуелсіздік жылдарында да біраз дүние, оны тарихшылардың еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Көп еңбек шықты, мәдени мұра аясында қаншама тың деректер шықты. Бірақ менің таңғалатыным, 34-ші жылға қарадық тәуелсіздіктің, бізге де талай нәрсе бұйырып тұр да. Тың. Соған таңғалдым. Мына жерде қазір жаңа алып келуді ұмытып кетіппіз. Жаңа бағана айтып кеттім, Тынышбаев әлі қазақша аударылмаған. Келесі жыл 100 жыл болады да еңбегіне. Ол құнды деректердің бірі, қазақ тарихына қатысты, беделді деректердің бірі. Жақында бір кітап шығардық, әлі сатылымға түскен жоқ. Біздің даламызға 1876 жылы 3 неміс келіп саяхаттап кеткен. Отто Финш, Альфред Брем және Вальденбург деген. Сол Отто Финш пен Альфред Брем, олар ғалымдар. Олар тек қазақ даласына келмеген. Олар қазақ даласын қиып өтіп, ары қарай неге кетіп қалған? Сібірге кетіп қалған. Сібір халықтарында зерттеуге. Қазақ даласын 1876-та келіп зерттегенде, еліне оралған соң бәрін жазған. Сол кітаптар соңғы рет Ресей империясы кезінде жарық көрген. Кейбір нәрселер мүлдем немісшеден аударылмаған. Мен таңғалдым да, Шығыс Қазақстанның бәрін сипаттап Марқакөлде болған тұңғыш қазақтар. Қазақстанға келіп, тек қана балықтың 400 түрін зерттеп кеткен қазақ даласында бар. 400 түр. Альфред Брем деген, мысалға сіз 20-шы ғасырдың ең танымал 5 ғалымын ата десеңіз, сұрасам, мысалға атап беруді сұрасам, сіз кімді айтар едіңіз? Өткен ғасырдың ең танымал 5 ғалымын, біреуін айтыңызшы. Эйнштейннен бастап, иә. Ал Альфред Брем 5 деп ғалым десең, соның 5-еуінің біреуіне кіреді. 5 болмаса 10 ғалымның бірі. Оның «Жизнь животных» деген танымал кітабы бар. Әлі күнге дейін басылып келе жатыр, 100 жыл өтсе де. Мен бала кезде оны оқып өскем. Анау жануарлар әлеміне махаббатыңды оятатын нәрсе да. Ал енді оқып келіп, Альфред Бремнің қазақ даласына келіп кеткенін мен білмегенмін да. Былтырға дейін білмей келгем. Ананы оқысам, сұмдық. 400 түрін зерттеп кеткен балықтың, фаунаның бәрін зерттеп, өсімдіктеріне зерттеген. Қазақ сұлтандарымен аңға шыққан, арқаратқан, бәрі жазылып тұр. Қалай күтті қазақтар дегендей. Сөйтіп мына жерге келген кезде, жаңа Өскеменге келіп,
мектепке келсе, мына қазақтар менің жаңағы «Жизнь животных» кітабым бар екен, соны оқып жатқанын таңғалып отыр да. Семей, Өскемендерде болған мектепте. Біз өз тарихымызды білмейміз ғой, біздің тарихымыз тартып алып тұр ғой. Енді қарап отырсаңыз таңғаласың да, жаңа Альфред Бем деген. Оған ескерткіш қою керек қой, туристерді тартатын адам ғой тұлға. Енді Альфред Брем өз кітабында былай жазады. Біз келіп, осы жаңа Шығыс Қазақстанда генерал-губернатор үйінде шай ішіп отырсақ, бір швейцариялықты атайды. Гильем ба, ұмытып қалдым атын. Сосын Гуглдан қарап таба алмадым ақпарат. Ол дейді, зағип адам дейді. Зағип адам болып Швейцариядан Қазақстанға келіп саяхаттап отыр дейді. Ол әкең дейсің де, қалай ол? Біз білмейміз да. А енді оны тапсақ, ол не жазып кетті швейцариялық? Точнее, жанында адамдар бар ғой, көретін, жетектеп жүріп жазады. Ол да бірдеңе қалдырды ма? Керемет нәрселер да. Бір дерек таптық, сіз сұрауыз, қандай деректер бар? Еуропадан 1880 жылдар келіп, велосипедпен Қазақстанға келіп саяхаттап кеткен адам. Велосипедпен. 1880-1890. Мына жерде Алматыны салған кім? Горбе ма? Архитекторы. Есіме шығып отыр аты. Соның үйінде қонақта болған, Шымкентте болған, велосипедпен. Бізде қазір енді жаңа велосипедпен кім сапарламады біздің заманымызда? Велосипедпен келіп отыр да. Қандай тың деректері бар? Қазақ әлі білмейтін. Мен дұрыс түсініп отырмын ба? Қазір сіздерде еңбектер бар шығаруға болатын осы серияның аясында, бірақ жаңағы бір қаржылық енді біз ары қарай да барып мынандай мысалға 20-шы жылдары болған қазақ даласында ашаршылыққа қатысты деректер тауып қойыппыз. 19 ғасырда қазақ даласында уже активный фаза жаңа басу, жаулап алу. Соған жасалған методичкалар бар. Немесе жаңа саяхатшылардың деректері бар. Абылай хан туралы тың деректер тауып отырмыз қазір. Енді қазір білмеймін қалай болады мынадан кейін. Қазір кәсіпкер болса, әр кәсіпкер өзінің репутациясын ойлайды. Ертең мынандай жаңағыдай байбалам салған аудитория айтуы мүмкін. Мына кәсіпкерде жаңағы не. Маған қатысты мысалға исламист деп жазып жатыр. Неше түрлі нәрсені жазып жатыр. Немесе ватник деп жазып жатыр. Ресейдің мүддесіне жұмыс істейтін. Қашаннан бері мен ватник болдым. Мен танитын адамдар ватникқа 180 градус қарама-қайшы адаммын. Неше түрлі нәрсені алып қашпайын деп жазып жатыр да. Ақталып отқаным жоқ, бірақ енді қазір алаңдап отырмыз. Ана кітаптарды қалай шығарамыз енді? Олар да қазаққа керек кітаптар ғой. Және әрбір қазақтың ақпарат алуға құқығы бар өз тарихына қатысты. Яғни біз шу көтергенде мынаны ұмытпауымыз керек та, басқа адамдардың осы ақпарат алуға құқығы бар. Маған ұнамады, бірақ бір адам оның маңызын түсініп дұрыс қабылдауы мүмкін. Бірақ көзі ашық адамдар, меніңше, біздің істеп жатқан жұмысымызды жалпы қазаққа істеп дұрыс деп баға беріп, ары қарай да осы қолдауын көрсетуді жалғастырады деген ниеттеміз. Көп рахмет сізге, Бақытжан. Сізге сәттілік жолдас болсын. Қуатыңыз азаймасын. Құрметті көрермен, бізбен бірге болып осы әңгімемізді қарағаныңызға алғысымыз шексіз. Арнамызға жазылып, алдағы уақытта шығатын бөлімдерімізді, алдағы уақытта шығатын әңгіме сұхбаттарымызды қарап жүріңіздер. Сау болыңыз.